Сарысу өзені. Сарысу өзені орталық Қазақстанның ірі өзендерінің біріне жатады. Әрі бетпақ даланы кесіп өтетін жалғыз өзен болып табылады. Өзен суы ауыл шаруашылығында, өнеркәсіпте және тұрмыста кеңінен қолданылады. Жаңарқа жерінің гидрографиялық жүйесін негізінен Сарысу өзені мен оның Жақсы Сарысу, Жаман Сарысу салалары құрайды. Сарысудың көне арнасының түбі және жағалауы құмды және құмды малта тасты шөгінді жыныстардан түзілген. Мұндағы ашық, қызыл қоңыр топырақта жусанды, бетегелі, шытырлы өсімдікті шөлейт ландшафтысы қалыптасқан. Сағалы бөлігінде шөлдік ландшафты басым. Ауданның солтүстік бөлігін Сарысу өзенінің жоғары ағысының салалары Жаман Сарысу суландырады. Өзендердің ірілері Жақсы және Жаман Сарысу. Жақсы Сарысу Бұғылы тауының етегінен басталады. Қыратты төбелер арасымен ағады. Аңғарының ені 1-11 километрге дейін. Беткейлері көлбеу. Өзеннің екі жағалауына су жайылады. Ірі салалары Ақсу, Нарбақ, Қар, Ыза суларымен толысады. Суы тұрмыс қажетіне, өндіріске, мал суаруға пайдаланылады. Жаман Сарысу Ортау, Құсмұрын таулары мен Шет-шоқы, Бес-шоқы төбелерінен басталып, Атасу кентінен төменірек Сарысуға сол жағынан құяды. Қарағанды мен Қайрақты өзендерінің қосылған жерінен Жаман Сарысу деп аталады. Жоғарғы және орта бөлігінде төбелі жазықпен ағады. Аңғарының ені 2-10 километрге дейін. Өзеннің екі жағалауында су жайылмасы бар. Арнасының ені 70 метрге дейін, жағасы жайда. Салалары Құрманақа, Жаманөзек, Қарағанды, Қайрақты, Сұлу Айса тағы басқа. Суы мал шаруашылығына пайдаланылады.